24 жылғы түлектердің 50% қадалған есеп. Есептің берілгені бойынша 12 әртүрлі кітапты 3 оқушыға 4-4 теңгеден теңдей бөліп беруіміз қажет. Ол үшін біз әрбір мына жердегі 12 кітаптан 1, 2, 3, 4 кітаптан таңдап беруіміз керек, бір оқушыға. Осындай бізде неше тәсіл бар екенін тауып алайық. Біріншіден біз осындай терудің формуласын жазамыз. Ол n, m. Бұл жердегі n мен m дегеніміз, ол бізде n жалпы жағдай, m керек жағдай. Осы жердегі формула бізде n факториал бөлінген n азайтылған m факториал көбейтілген m факториал. Осымен бірінші оқушыныкін шығаратын болсақ, бізде жалпы 12 жағдай бар, және керек 4 кітап бар. 12 кітаптан 4-еуін алуымыз керек. Сонда бізде 12 факториал бөлінген 8 факториал көбейтілген 4 факториал. Осыны шығарып жіберейік. Бұл демек бізде 12 кітаптан 4 кітапты таңдап алудың бірінші оқушының 495 тәсілі бар екен. Біз дәл осылай қалған 2 оқушыныкін тауып аламыз. Екінші оқушыда бізде жалпы жағдай 8 болады. Себебі бізде 4 кітап кетіп қалды. Жалпы 8 кітаптан оған 4 кітап таңдап береміз. Үшінші оқушыға 4 кітап кетіп қалады. Сол кезде бізде жалпы 4 кітап қалады. Яғни 4 кітаптан 4 кітапты таңдап алудың тәсілі бізде біреу ғана. Енді осыларды жазып алайық. Біз барлығын есептеп алдық. Бірінші оқушынікі 495, екіншінікі 70, үшінші оқушынікі бірақ жағдай. Енді осы жағдайлардың барлығын бір-біріне көбейтіп тастаймыз. Сонда бізде 495-ті көбейтеміз 70-ке, оны көбейтеміз 1-ге. Бізде 34650 шығады екен. Яғни бізде 12 кітапты 4-4-тен 3 оқушыға үйлестіріп берудің жалпы саны 34650.